Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге 5 минутта дайындалатын ПП завтрак туралы айтамын. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, біз белок пен жылтоғын жеке қоямыз. Бір қара нан, кусок тілім, помидор, колбаса, сыр, укроп, петрушка керек. Және де оливковое масло, сосын кішкене шымшым, тұз, ұнағаса бұрыш сеуіңізге болады. Ал біз бастаймыз. Сковородкамызға оливковое масломызды құямыз кішкене. Кисточканың көмегімен жақсылап жағып жібереміз. Енді үстіне біз белогымызды құямыз. Бір жарты жанына колбасаны саламыз. Екінші жағына жылтоқтарын саламыз. Оны жақсылап аралап қойғанбыз. Аралап қойғанымызда кішкене тұзымызды сеуіп жібереміз. Жақсылап тағы да араластырамыз да құямыз. Енді үстіне біз помидорларымызды саламыз. Керісінше жылтоқ жағына саламыз. Ақырын ғана көтеріп аламыз. Енді үстіне қалған бір жылтоқты жеке алып қойған едім. Соны құюға болады. Үстіне біз сырды саламыз. Және де осыны біз аударамыз. Жанына нанымызды қойып, қуырып аламыз кішкене. Міне біздің 5 минутте дайындалған ПП завтракымыз өте әдемі және дәмді болып шықты. Үстіне кішкене укроп септім. Ұнаса сіздерге лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, және де осыны үйде қайталап істеулеріңізге болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі көріскенше.